Қайырлы күн достар, бүгінгі көктемнің алғашқы жайма шуақ күнімен тұспа-тұс келген 1 наурыз алғыс айту күнімен баршаңызды құттықтаймыз. Бүгінгі осындай керемет жайма шуақ күнде қызылордалықтардың алғысын, керемет ізгі тілегін қабыл алыңыздар. Қайырлы күн, бүгінгі мерекеңізбен құттықтаймыз. 1 наурыз алғыс айту күні. Қызылорда халқына қандай жүрек жарды тілек айтасыз? Кімге алғыс айтар едіңіз? Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Бүгінгі Қазақстандағы керемет мереке алғыс айту күні құтты болсын барлығыңызға. Аман болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын. Барлықтарыңызға, жақындарыма, туыстарыма рахмет, алғысым шексіз. Маңыздылық ерекшелігі қазақ халқына өзге ұлт өкілдерінің алғыс айту күні дейді ғой. Бірақ біздің халыққа мейрам болса болды, алғыс айтуды өлтіреді ғой. Сіз не дейсіз? Енді бұл енді жас мереке ғой. Жалпы еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Бір-бірімізге алғыс айтып жүре берейік. Мерекелік көңіл күйіңіз қалай аға? Жақсы. Алғыс айту күні кімге алғыс айтар едіңіз аға? Енді үлкендерге алғыс айтасыз ғой. Жалпы халыққа айтасыз. Біріншіден өзімнің өмірге дүниеге әкелген анама алғыс айтамын. Өстіп бізді мәпелеп, тәрбиелеп өсіргеніне. Және барлық қызылордалықты бүгінгі алғыс айту күнімен құттықтаймын. Барлығына жақсы табыс тілеймін. Дендері сау болсын, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, ауыр соққардан аман болайық. Анама, бірінші анама, сосын достарыма, барлығына негізі. Осындай көктемнің жайма шуақ күнінде өзіңізге мынандай кішігірім сыйлығымыз бар. Кімге алғыс айтар едіңіз? Рахмет. Ең бірінші ата-анама, осы өмірге дүниеге әкелген, сосын қасымда жүрген адамдарға. Дүниеге келген анама, екіншіден әкеме, бауырларыма, менің қасымда болған үшін, және де 2 балама. Бүгін енді бір қызық күн болып тұрды. Көктемнің алғашқы күні, жаңағы адамның өзі жақсылыққа ұмтылатын. Одан кейін жұма күні біз барлық тілегіміз қабыл болсын деймін. Енді барлық қазақстандықтарға айтатыным, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, әр қашанда осындай мейрамды, қуанышты Қазақстанда өмір сүре беріңіздер. Табыстарыңыз мол болсын, жағдайларыңыз жақсы болсын. Әр қазақ өзінің елінде қуанышты жақсы өмір сүрсін дейді. Не айтамын? Сізге де апа тек алғыс айтамыз. Аман болыңыз, ауырмаңыз, сырқамаңыз, күніңіз сәттілікке толы болсын апа. Рахмет. Қызылорда халқына жүрек жарды бір мерекелік көңіл күймен тілек айтсаңыз. Жалпы алғысты күнделіксін күнде айту керек деп ойлаймын. Ең әуелі өзімізді жаратқан Аллаға, екінші айналадағы адамдарымызға. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашан алдарыңызға қойған мақсаттарға жетіңіздер. Және де тек қана биіктерден көріне беріңіздер. Қызылорда халқына керемет бір тілек айтыңызшы. Еліміз, жеріміз аман болсын, бейбітшілік өмірде өмір сүрейік барлығымыз. Алғашқы бірінші көктем күнімен құттықтаймын баршаны. Қыстан аман есен шықтық, мысалы. Сол аман есен жүрсін, жұмыстарына береке берсін. Болды. Сіз де көктемде жайнап жүре беріңіз. Біздің атымыздан осындай сыйлық. Аман болыңыз, ауырмаңыз, күніңіз сәттілікке толы болсын. Рахмет сізге. Кішігірім сыйлығымыз. Күніңіз сәтті өтсін. Сіздерге де рахмет, өстіп, мың алғыс шапқылап, қызмет жасап халыққа жүре беріңіздер. Рахмет, үлкен рахмет.